Сәжде сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Әлиф, ләм, мим. Бұл, әлемдердің Раббысынан бірте-бірте түскендігінде, һәм бастан аяқ ақиқат екендігінде, титтейді шүбә жоқ кітап. Уа Мұхаммед, әлде ол мүшіріктер мұны Мұхаммед өз ойынан шығарды дейді ме? Жоқ, ол ақиқаттың нақ өзі. Ол сенен бұрын өзіне бірде-бір ескертуші келмеген қауымды тура жолға түсер мекен деп ескертуің үшін Раббыңнан келген хақ кітап. Ол күллі аспан әлемі мен жерді және екеуінің арасындағы барлық нәрсені 6 күнде жаратқан, һәм содан кейін аршқа истиуа еткен, яғни аршқа шексіз билігін жүргізген, аршпен бірге күллі жаратылыс атаулыны толық меңгеріп шексіз үкімін жүргізген Алла. Сендердің одан басқа арқа сүйер қамқоршы иелерің де, өздеріңе арашашы болар шапағатшыларың да жоқ. Сонда да ойланбайсыңдар ма? Ол барлық істерді, болмыстағы барлық оқиғалар мен құбылыстарды көктен жерге қарай бағыттап жүзеге асырады. Кейін барлық істер сендердің жыл санауларың бойынша 1000 жылға парапар бір күнде, яғни қиямет күні, оған көтеріледі. Міне, ол ғайыпты да, жарияны да, яғни сезім мүшелерімен сезіп білу мүмкін болмаған тылсым әлемді де, сезім мүшелерімен сезіліп білінетін жария әлемді де толық білуші, азиз, бәрінен үстем әрі ұлы. Рахим, күллі жаратылысқа әсіресе өзіне бет бұрып, иман келтірген құлдарына ерекше мейірімді. Ол, жаратқан барлық нәрсесін кемеліне келтіріп, кереметті етіп жаратады. Адамды әу баста балшықтан жаратты. Содан кейін, оның нәсілін түкке тұрғысыз сөл судан жаратты. Кейін оған, ана құрсағында ең лайықты да, ең керемет кескін келбет берді. Һәм өзінің рухынан үрлеп жан бітірді. Сондай-ақ сендер үшін, яғни өмірге бірте-бірте бейімделу, үйрену арқылы, толыққанды адам болып қалыптасуларың үшін есту қабілетін, көздерді және жүректерді, яғни жүректегі рухани сезімдерді жаратты. Әйтсе де сендер оған өте аз шүкірлік етесіңдер. Сөйте тұра олар, сонда біз топыраққа араласып жоқ болып кеткеннен кейін қайтадан жаратыламыз ба дейді. Анығында олар қайтадан жаратылу ақиқатын емес, Раббылармен қауышуды жоққа шығаруда. Ендеше оларға, сендерді өзіне жандарыңды алу міндеті жүктелген өлім періштесі келіп өлтіреді. Содан кейін Раббыларыңның құзырына жөнелтілесіңдер, жеткізілесіңдер деп айт. Күнәға белшесінен батқан күнәһарларды Раббыларының алдында бастары салбырап, жерге кіріп кете жаздап тұрған кездерін көрсең ғой. Сонда олар, уа Раббымыз, біз енді ғана анық көріп, анық ести бастадық. Жалынамыз. Бізді дүниеге қайтара көр, онда өзіміздің һәм өзгелердің игілігі үшін игі істер істейік. Біз енді өзіңнің де, сөзіңнің де рас екендігіне қалтқысыз сенеміз деп жалбарынады. Егер қаласақ, әр пендені күштеп болса да, өзіне тиісті тәсілмен тура жолға салар едік. Алайда, пенделерімнің көбі күпірлікті таңдайтындықтан, менің жаһаннамды жындар мен адамдардың барлық күнәһарларымен сөзсіз толтырамын деген сөзім, үкімім әлде қашан бекіген. Ендеше осы күнгі қауышуды ұмыт қалдырғандарың үшін жаһаннам азабын татыңдар. Бүгін біз де сендерді мүлдем ұмыт қалдырамыз. Ал енді істеген күнәларың үшін мәңгілік азап татыңдар. Біздің аяттарымызға қалтқысыз иман келтіретіндер, өздеріне сол аяттарымыз арқылы насихат айтылғанда, тәкаппарлыққа бой алдырмастан бірден сәждеге жығылатын және Раббыларына сен мінсізсің, ұлықсың. Бар мадақ пен шексіз шүкіршілік бір өзіңе ғана тән деп үнемі мадақ айтатын жандар ғана.
Олар түн ішінде төсектерін тәрк етіп, бір жағынан Алланың қаһарынан қорқып, екінші жағынан шексіз мейірімінен үміт еткен күйде, Раббыларына жалынып, жалбарынып дұға етеді. Сондай-ақ, өздеріне ризық несібе ретінде берген нығметтеріміздің бір парасын ізгілік жолында жұмсайды. Дүниеде істеген игі істері үшін оларды ақиретте көзайым етіп, шаттыққа бөлейтін қандай құпия сый-сияпаттың, нендей тосын нығметтердің сақтаулы, жасырулы екенін жан баласы білмейді. Ендеше, өздерің айтыңдаршы, мүмін кісі, тура жолдан тайған азғын кісідей бола ма? Әлбетте, ол екеуі Алланың алдында әсте бірдей болмайды. Иман келтіріп, өздерінің һәм өзгелердің игілігі үшін игі істер істеген жандарға келсек, оларға істеген ізгіліктері үшін мәңгілік қонақжай ретінде көздің жауын алатын зәулім сарайлар мен жанға жайлы үйлерге толы жәннат бақшалары беріледі. Ал сенім мен іс-әрекетте тура жолдан тайған азғындардың ақыр соңында барып паналайтын жері жалындаған тозақ оты болмақ. Олар жаһаннамнан шыққылары келіп ұмтылған сайын оған кері қайтарылады һәм оларға кезінде өздерің жоққа шығарған жаһаннам азабын татыңдар делінеді. Оларға осынау үлкен азаптан бұрын бәлкім райларыңнан қайтар деп дүниеде одан анағұрлым жеңіл сан түрлі азапты міндетті түрде таттырамыз. Раббысының Құрандағы, болмыстағы һәм адам бойындағы аяттары есіне түсіріліп, өзіне сол арқылы насихат айтылған соң, олардан сырт айналған адамнан асқан залым бар ма? Біз дүниеде күнәға белшесінен батқан күнәһарлардан сазайын беру арқылы міндетті түрде өш аламыз. Анығында, кезінде Мұсаға қалай кітап түсірген болсақ, енді саған да осынау Құранды түсірудеміз. Ендеше, онымен, хақ Құранмен қауышқандығыңа титтей күмәнің болмасын. Сөйтіп, Тәуратты Исраил ұрпақтары үшін тура жолдың қайнар көзі қылған едік. Олар осынау Тәуратты басшылыққа алып, діндерінің талаптарын орындауда барынша сабырлылық танытқан, әрі аяттарымызға қалтқысыз сенген кездерінде, араларынан ел жұртты біздің пәрменіміз һәм нұсқауымызбен тура жолға бастайтын көсемдер, жолбасшылар шығарған едік. Алайда олар ақыр соңында дін мәселесінде өзара қырқысып, қырық пышақ болды. Ендеше, Раббың қиямет күні олардың арасында өзара таласып тартысқан мәселелеріне қатысты билік айтып, кесімді үкімін міндетті түрде шығарады. Сонда, өздерінен бұрын өткен қаншама нәсілдің көзін жойғандығымыз олардың, мүшриктердің тура жолға түсуіне түрткі болмады ма? Олар күні бүгінге дейін солардың қираған жұртын аралап көріп жүр. Міне осының өзінде ақылға салып ойланатын пенделер үшін талай ғибрат бар. Сонда олар осынау Құран аяттарына һәм өздеріне айтылған насихатқа мүлдем құлақ аспай жүре бере ме? Сондай-ақ олар біздің кеуіп қалған өлі жерге су жөнелтіп, сол арқылы әлгі жерден малы да, өздері де жеп қорек ететін сан алуан өсімдіктер шығарып жатқанымызды көрмей ме? Сонда олардың көкірек көзі ашылып, ақиқатты көретін шағы әлі келмеді ме? Алайда олар иман етудің орнына мұсылмандарды мазақ қылып, қане, шыншыл болсаңдар айтыңдаршы, ақиқаттың пердесі қашан ашылады дейді. Ендеше оларға ақиқаттың пердесі ашылатын күні, көпірлікте қасарысқандарға амалсыздан еткен имандары түкте пайда бермейді, әрі оларға мұрсат та берілмейді деп айт. Уа Мұхаммед, олардан сырт айнал да өз жайына жібере сал. Сөйтіп, олардың сенің зауалға ұшырайтын күніңді күткеніндей, сен де олардың зауалға анық тап болатын күнін күт. Раббыңның оларға не істейтінін сонда көресің.